Армысыздар, құрметті өнерсүйер қауым. Тәуелсіз еліміздің бүгінгі сұранысы жас ұрпаққа саналы, сапалы тәрбие берумен қатар шығармашылыққа баулу. Әр жыл сайын Қазақстан халқына жолдаған елбасымыздың жолдауы және болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласы 2019 жылы жастар жылына орай Қазақстанның көрнекті ақыны, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың 80 жылдығына арналған әсемін Маржан сөз атты аудандық жүргізушілер байқауына қош келдіңіздер. Фариза Оңғарсынова 1939 жылы Атырау облысы Махамбет ауданы Манаш ауылында дүниеге келген. Ақын, Қазақстан халық жазушысы, республикалық мәдени ағарту ісіне еңбек сіңген қызметкер. Атырау педагогикалық институтын бітірген. Еңбек жолын орта мектепте мұғалім, оқу ісінің меңгерушісі, директор. 1966-70 жылдары коммунистік еңбек газетінің әдеби қызметкері. Лениншіл жас газетінің тілшісі. Ақжелең журналының бас редакторы. 2000-2004 жылдары Қазақстан Республикасы мәжілісінің депутаты болды. Фариза жан, Фариза қыз. Өмірде ақындардың бәрі жалғыз. Шыдай ақыры жалығармыз, бірімізден біріміз арылармыз. Біздерді де жоқтайтын жан болса егер, шаң басқан архивтерден табылармыз. Сен мені білесің бе? Жаралмаған жан екем күресуге, жылай жүріп, өтірік күлесің де, жүресің де, қоясың жүресің де. Бір итеріп кеудемнен бір шалып, тастағысы келеді күресіңге. Фариза жан, сен соны білесің бе? Жанарымды тұманмен тұмшаладым, серіппесі үзіліп тұрса дағым. Жігітінен қазақтың дос таба алмай, қыз болсаң да мен саған мұң шағамын. Ауырлар деп ойлап пен мұншағаным, ақын болып несіне жаратылдым. Арасында қап қоймай қара түннің, қасиетін сеземдеп ана тілдің, қауырсыны қалмады қанатымның, қу тірлікке құл болып аяң басып, құлашымды жай алмай баратырмын. Момын едім, жақсы едім, ояң едім, аттап өттім олардан қия белін. Енді міне қауқарсыз құрашу да жия бергім келеді, жия бергім. Маңдайымдан сипаған бір жан болса, енді қалған өмірімді қияр едім. Білмеймін, бұзықпын ба, жындымын ба, кеп тұрады тілегім мұңдымынға. Енді қалған өмірдің құрдымында, өлдірсе де көнбеймін жырдығымға. Нөл болады деп айтам, жалтармаймын. Көбейтсең де қаншама мұңдымынға, айналаға қарайық анық барлап, түн кеткесін күн шығып, жарық болмақ. Не туралы жырласақ, Фариза қыз, бағыштайық бәрінде халық қаржылап. Фариза жан, Фариза қыз. Бірімізден біріміз арылармыз. Том-том болып дүкенде тұрмасақ та, подполдағы архивтен табылармыз. Шығармалары 1958 жылдардан жариялана бастады. Атап айтар болсақ өлең жинақтары Сандуғаш, Алмас қылыш, тартады бұзбалады магнитім, сайраған жетісудың бұлбұлымын, жүректің төрт мезгілі, 12 жыл өткен соң, қарлы перде, тағы басқа көптеген өлең топтамалары, шығармалары халыққа ұсынылды. Фариза Оңғарсынова Қазақстан мемлекеттік сыйлығының иегері, Қазақстан жоғары кеңесінің құрмет грамоталарымен, құрмет белгісі, парасат ордендермен және көптеген медалдармен марапатталған. Арамызда өнерлі жастар көп, бірақ өнер нағыз иесін халық өзі-ақ таңдап алады. Олар жасындай жарқ етіп, елінің сүйіктісіне айналып, өнердің қиында қызықты баспалдақтарымен биікке өрлей біледі. Әсемін Маржан сөз атты аудандық жүргізушілер байқау сайысы өз мәресіне жетті. Талапкерлерімізді сараптау үшін қазылар алқасына 5-10 минут уақыт беріледі.
қазылар алқасы бір шешімге келіп дегенше қала өнерпаздарының ән шашуын қабыл алыңыздар. Құрметті қалайық, әсемін маржан сөз атты аудандық түрлі деңгейдегі мәдени шаралардың жүргізушілер байқау сайысын аяқтай отырып, отбасыларыңызға амандық, береке бірлік тілейміз. Көріскенше күн нұрлы болсын. Додалы кештеріміз көп болсын ағайын.